Құрметті оқушылар, бүгін біз өте маңызды әрі жүрекке жақын тақырып отбасы туралы сөз қозғаймыз. Отбасы әр адамның өміріндегі ең алғашқы тәрбие мектебі, мейірім мен махаббаттың бастауы. Әрқайсымыз үшін ата-ана, бауырларымыз ең жақын, ең қымбат жандар. Қазір сіздерге отбасының құндылығы, бір-біріне деген құрмет пен сүйіспеншілік туралы ой салатын қысқа метражды бейнеролик ұсынылады. Сәлеметсіңдер ме, балаларым? Бүгін мен сендерге өмірдегі ең үлкен байлық отбасы туралы айтып беремін. Отбасы ол үлкенді сыйлаудан басталады. Ата асқар тау, ана бауырындағы бұлақ дейді халқымыз. Бірлік бар жерде тірлік бар. Жұмылған жұдырықтай бірге болсақ, алынбайтын қамал жоқ. Отбасы мүшелері әрқашан бір-біріне демеу, қиындықта тірек болуы тиіс. Мейірім мен махаббат шаңырақтың берік іргетасы. Оны аялай білу керек. Естеріңде болсын, балаларым, отбасы, ол сендердің басты қорғаныңдар мен мақтаныштарың. Салт дәстүрді сақтау ата-баба аманаты. Ол бізді тамырымызбен байланыстырады. Үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсету біздің қанымызда бар асыл қасиет. Шаңырағымыз биік, босағамыз берік болсын. Отбасыларыңда әрқашан татулық салтанат құрсын. Әрқашан бір-біріңді бағалаңдар. Кездескенше аман болыңдар. Қане балалар, видеоны көріп бітсек сұрақтарға жауап берейік. Бейнеролик ұнады ма? Видеоның негізгі ойы қандай деп ойлайсыңдар? Бұл видеодан қандай сабақ алдыңдар?